Сәлем достар, бүгінгі видеода Америкадағы жұмыс жайлы айтатын боламын. Америкаға бірінші келмес бұрын Қазақстанда жүрген кезде, как будто біз осы Америкаға келсек миллионер болып кетеміз, жұмыстың саны ағылып тұр, келеміз да пәленбай долларларды тауып, кредиттерімізді жауып, бірден байып кетеміз деген ойда боламыз, барлығымыз. Біз өзімізді айтатын болсақ, біз өзіміз тура солай болып келгенбіз. Енді жолдасымда ондай ой болған жоқ, дәл менде тура сондай ой болды. Америкаға келемін, бүкіл кредит қарыздардың барлығынан құтыламын, бірден барамын, анау жұмысты ұсынады, мынау жұмысты ұсынады деген сияқты жұмыстарды таңдап, өзіме керекті ұнаған жұмысымды жасап кетемін. Солай күнделікті күніне мынанша доллар табамыз, оны аптасына санағанда мынанша доллар шығады, айына санағанда мынанша доллар шығады. Расходтарды мүлдем есептемейміз, расход минимальный деп өзімізше солай есептеп, солай келген болатынмын. Бірақ бірінші Америкаға келген кезде жұмыспен өте қиын болды, жұмыс табу өте қиын болды. Бұдан 5 жыл бұрын деп айтпай-ақ қояйын, бұдан 5 жыл бұрын Америкаға келіп жұмыс жасағандардың жағдайлары өте жақсы. Олар қазіргі таңда уже Қазақстанға қайтып кеткен. Бұдан 2 жыл бұрынғы жағдайдың өзінде адамдар жұмысты таңдаған. Мынандай жұмыс бар, ол жұмыс ұнамай ма, одан шығасында басқа жұмысқа кіресің, ол жұмыс ұнамаса басқа жұмыс деген сияқты вакансия көп болған. Ал дәл қазір вакансия өте аз. Бір жұмыстың өзіне өтірік айтпасам 20-30 адам тұр деген сияқты қазір өте жұмыс тапшы. Және де қазір америкалықтар өздеріне қазір сондай заң шығарып алған. Ол баяғыда да болған, бірақ баяғыда ол заң болса да оған қаралмайтын. Work authorization деген сіздерде карточка болу керек. Work authorization деген ол Америкада жұмыс жасауға болады деген сияқты. Сіз документтеріңізді тапсырып, оны күтіп, 6 айдан кейін барып қана сол документтерді аласыздар. Олсыз сізді қазір ешкім жұмысқа алмайды. Неге бұрында сол work authorization болу керек болса да, адамдар жұмысқа алған. Ол кезде өйткені иммигранттардың саны аз, жұмыс саны өте көп, иммигранттардың саны аз, жұмыс жасайтын адам саны аз. Сондықтан иммигранттарды жұмысқа алып, солай жұмыс жасайтын. Енді қазір неге ол тура сол система жұмыс жасамайды десек, ол былай. Work authorization сізде жоқ, бірақ сізді бір кафеге сізді жұмысқа алды, мысал үшін. Кафе болсын, любой бір жұмыста сізді жұмысқа алды. Сіз ояқта жұмыс жасап жүресіз, содан сізге болмаса да сол ғимаратқа болсын, например, сол тот же клиентке дұрыс обслуживание жасамадыңыз, ол клиент шағым түсірді деген сияқты, сосын кімге шағым түсірді? Ол сол заведенияға шағым түсіреді, одан кейін барып милиция келіп, полиция келіп разбирательство жасаған кезде олар нелегально адамды жұмысқа алған, ешқандай work authorization жоқ. Сондықтан бұл компанияға біз лицензиясынан айырамыз деп, сөйтіп компаниялардың біразы лицензиясынан айырылған. Лицензиясынан айырылғысы келмесе, қомақты суммада штраф төлеген. Сондықтан қазір компаниялар тек қана work authorization, жұмыс жасауға разрешение на работу деген карточка арқылы, қағаз арқылы ғана қазір алады. Енді қазір жұмыс саны өте аз деп айтып жатқаным, қазір иммигранттар өте көп. Қазір өздеріңізде естіп жатырсыздар. Мексика арқылы келіп жатқан адамдар қаншама, туристік визамен келіп, қаншамасы қалып жатыр, студенттік визамен жүріп жұмыс жасап жүргендер қаншама, мысалы, міне. Сондай жұмыссыз адамдардың саны өте көп, жұмыс саны өте аз болып қалды. Өйткені қазір мексикалық азаматтарды көп адамдар қазір жұмысқа алады. Солар, мысалы, бұрында жұмыстың бағасы сағатына 10-12 доллар болса, одан кейін 15 долларға дейін көтерілсе, қазір, мысалы, мексикалық азаматтар жұмысты 6 долларға, не 7 долларға жасайды. Және де ол мексикалық азаматтар ол жұмыс жасаудан шаршамайды. Кәдімгі біздің немен айтқан кезде, мысалы, Қазақстанда өзбектер келіп қалай жұмыс жасайды, тура солай сол мексикалық азаматтар тура сондай жұмыс жасайды.
уақытында күшінде ештеңені аямайды. И солай жұмыстың бағасын түсіріп тастаған. Енді қазір жұмыс беруші бізге 10-12 доллар төлеген жақсы ма, не болмаса мексикалық азаматқа 6-7 долларын төлеп пәленбай жұмысын жасатып, олар еще шаршамайды. Солай жасаған дұрыс па? Міне содан да бағаның түсіп кеткені бар, және де жұмыстың азайып кеткені бар, және де бағанағы документ work authorization, оны да көп адам аламайды. Енді жаңадан келген адамдарға ең бірінші немен келу керек Америкаға? Ең бірінші сондай настроймен келу керек. Розовый очкиларыңызды шешіп, бұл жақта аспаннан ақша жаумайды, сізге дайын тұрған жұмыстар жоқ. Оны бірден үзілді кесілді айта аламын. Келесіз, дайын тұрған ешқандай жұмыс жоқ. Қазақстаннан сіз егер де осы жақта жақсы табыс тапқым келеді, жұмыс жасағым келеді десеңіз, сіз Қазақстаннан бір кәсіпті үйреніп келу керек. Ол тырнақ жасау, шаш қырқу, шаш бояу, тағы да не, үйден анау-мынау пісіру деген сияқты. Содан кейін барып машинаны жөндеу, кузов, малярщик, бояу, машинаның жан-жақты нәрселерін білетін болсаңыз, ол вообще тіптен жақсы, өйткені ондай адамдарға жұмыс өте көп. Жұмыс таба аласыз, бірақ жұмыстың бағасын көп деп, жұмыстың ақшасы көп деп айта алмаймын. Ол дегенде енді көп тапқаныңыз сағатына 20 болуы мүмкін, 20 доллар болуы мүмкін. Міне, ал тырнақ жасау, шаш жасауды үйреніп келсеңіз, то сіз үйден тыныш қана солай жасай аласыз. Оны да енді егерде қасыңыздағы көршілеріңіз тыныш, сондай бір конфликтный адамдар болмаса. Қазір енді осындай да шығып жатыр, мысалы тырнақ жасайтын болсаңыз, не болмаса шаш жасайтын болсаңыз, үйден тыныш қана жасау керек. Егерде сіздің көршілеріңіз оны нелерге айтып қоятын болса, полицияға, тот же сол налоговиктерге айтып қоятын болса, сізге штраф салып, неге налог төлемейсің деген сияқты, неге заңды жұмыс жасамайсың деген сияқты, содан сізге сондай штраф салуы мүмкін. Сондықтан оны да абайлап жасаған дұрыс. Сол осы жаққа келетін иммигранттарға ең бірінші сол бір кәсіпті үйреніп келу керек. Содан кейін барып келетін кезде жақсы қаржымен келу керек, өйткені сіз бірден келе салып 5 күнде не 10 күнде жұмыс тауып кете аламын деген ол мүмкін, бірақ енді ондай болмай шығуы да мүмкін. Сол үшін жақсы қаражатпен келу керек, өйткені сіз бірінші аренда алған үйіңіздің бірінші айын емес, сразу 3 айын төлейсіз бұл жақта, 1 айын төлейсіз, одан кейін барып 2 ай депозит төлейсіз. Соған 3 ай платежын төлеуге дайын болып келу керексіз. Содан кейін барып сізде симканың шығыны бар. Симканың шығыны кем дегенде, мысалы біздің қазір отбасымызға 140 доллар төлейміз айына. Симканың шығыны бар, үйдің ақшасы бар, 3 ай ақшасы, иә. Одан кейін барып, пока сіз жұмыс тапқанша ас ауқатыңыз бар деген сияқты. Одан кейін ары-бері тұрып жүріп жұмыс іздегенге деген сияқты ақша. Сол үшін мейлінше көп қаражатпен келіп, барынша енді осындай ақпараттармен біраз ізденіп, көріп, жан-жақтан сұрастырып, алдын ала сөйтіп келу керек. Ал енді отбасылы адамдар келетін болса, мен ол кісілерге айтарым, ең бірінші сіздер Қазақстаннан келмей жатып, бірінші сіз өзіңіздің, например, бір штатты белгіледіңіз ғой, Филадельфия болсын, Вашингтон болсын, Нью-Йорк болсын, сол жақтан, мысалы, Нью-Йорк десеңіз, сол жақтағы жақсы мектептердің жанынан бірінші мектепті табасыз, содан кейін барып мектептің жанынан сайттар бар, сол жақтан аренда үй алған дұрыс. Ал егерде сіз олай әшейін келіп любой бір жерден үй ала салсаңыз, одан кейін барып мектепті іздейтін болсаңыз, ол жақтың райондарының мектептері жаман болып шығуы мүмкін. Сол, одан кейін барып жаңадан келгендерге ең бірінші жұмыс, ол оңай табылатын жұмыстың бірі әйел адамдарына клининг жұмысы.
Қазір мына видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен бірінші жұмысқа келген, осы Америкаға келген кезде жолдасым доставкада жасады, мен клиникта жасадым. Ол клиниктің бастықтары десем де болады, украинка әйел болды. Өзінің грузовик машинасымен, грузовик емес енді, 7-8 адамдық орынға біздің барлығымызды салып алады. Таңғы сағат 6-та оның айтқан жерінде тұру керекпіз. Сол жақтан барлығымызды жинап салып алады. Өзіңмен бірге тамақ, ішетін суыңды, перчаткаңды, маскаңды, сондай нәрселердің барлығын өзіңмен бірге салып аласың. Сөйтіп машинаның ішінде сразу азанмен бір адреске апарады. Барлық қыздарды тастайды, 4-5 қызды. Артында, машинасының артында пылесосы бар, швабрасы бар, моющий заттары бар, и нелері бар, жуатын тряпкалары бар. Ал кейбір үйлерде ол үйлердің өздері беретін болғандықтан олар кейбір үйлерге апармайды. Өзінің күнделікті жасайтын 10 шақты үйі бар. Сөйтіп 10 шақты үйге бізді тасыды. Ол тасып жатқан расстояниясы өте ұзақ. Например, біз азанмен біреудің үйіне бардық, таңғы сағат 6-та бізді алып кетті, 7-де біз уже сол үйге бардық. 7-де барып, полный 2 этаждың барлығын жинадық, 2 сағатта жинадық. Содан кейін барып, уже екінші үйге баратынның расстояниясы жарты сағат, 1 сағат болуы мүмкін. Ол ақша төленбейді, тек қана сенің жинаған үйіңнің ақшасы ғана төленеді. Міне мынау қазір біз бір кісінің үйін жинағанбыз, полный 4 сағат уақыт кетті. Ол кісінің енді үйі әбден уже ластанып неғып кеткен. Міне қап-қара жалюзилерді жуып жатырмыз. Үйінде полный терезе бар, барлық нәрсесін тазалап шықтық. Енді бұл клиник жұмысы өте ауыр. Содан кейін барып, келесі үйге барғанша сен перекус жасайсың, машинада сүркілдеп отырасың, сол жақта суыңды да ішесің, тамағыңды өзіңмен бірге алып шыққан анау-мынау нәрсеңді жейсің, саған ешқандай условия жоқ, отырып тамақ ішетін деген сияқты. Сол міне клиник жұмысы міне осылай. Біз сонда бір күнде 7-8 үй тазаладық. Одан кейін барып, қалаға барып, бір офисті тазаладық. Офис ол қап-қараңғы, бір нәрсенің подвалы сияқты бір жер болды, тоже лас. Сол офисті тазалап, ең аяғында уже сүрініп үйге келген кезім болған. Және де сол таңғы 6-дан түнгі 10-ға дейін жұмыс жасаған уақытым бар, сол уақытқа маған сол украинецтер $70 төлеген. Енді бұл жерде де өздердің плюсы да минусы да бар деген сияқты. Клиниктің енді плюсын білмеймін, просто тұрақты жұмыс деп ойламасаңыз, бұлай ешқандай плюсы жоқ. Тұрақты жұмыс, сізге күнделікті жұмыс бұл. Күнделікті сіз енді $70 да көп табуыңыз мүмкін. Бірақ мен сол жақтағы жұмыс жасайтын қыздардан сұраған кезде, ең көп тапқандары $130 болған. Бірақ күніне енді сіз ойлаңыз, таңғы 6-дан түнгі 10-ға дейін $130. Енді бұлай санасаңыз өте аз. Содан кейін бұл ең бірінші жұмыс әйел адамдарына осы клининг. Одан кейін барып сіз үйреніп келген маникюріңіз болсын, қандай саланы үйреніп келесіз, сол жағынан жұмыс жасасаңыз болады. Не болмаса біз жолдасым екеуміз жасаған доставка. Доставка ол, енді доставка жайлы айтатын болсам өте көп. Оның қызығы да бар, шыжығы да бар. Енді доставка енді өзімнің жаныма жақын жұмыс. Өзіме көзімді ашып, осы Америкаға келгеннен бастаған жұмысым доставка. Енді ол туралы айтатын сөзім де көп. Көп адамдар доставканы ұнатпай жатады, бірақ маған өзімнің көңілімнен шығатын, өзіме ұнаған ең жұмыстардың бірі осы доставка. Доставкада өзінің 3 компаниясы бар: Uber Eats, GrabHub және DoorDash дейді. Біздің Филадельфияда осы DoorDash деген компания жақсы дамыған, өйткені GrabHub'та онша көп адам заказ бере бермейді ол компанияға. GrabHub Питтсбургта жақсы дамыған деген сияқты, сондай өзінің штаттары бар, қай доставкасы жақсы дамыған сияқты. Бізде DoorDash жақсы дамыған. Енді біз келдік, жұмыс жасау керек.
ең алдымен бұл жақта машина алмасаңыз болмайды, машинаны міндетті түрде машина алу керек, өйткені элементарно магазинге сіз жаяу бара алмайсыз, өйткені магазиндер өте қашықтықта орналасқан. Сіз даже өзіңізге продукт, өзіңізге даже элементарно үйіңізде нан таусылып қалса, Қазақстандағыдай астындағы киоскке не болмаса үйден ашылған магазинге жүгіріп бара алмайсыз. Бұл жақтың барлығы қашықтықта, Walmart бар, Aldi бар, Lidl деген сияқты магазиндер бар, барлығы қашықтықта орналасқан. Содан кейін бұл жақта ең бірінші машина обязательно керек. Машинаны аласыз. Машина болғанда да, егер де сіз доставкада жұмыс жасайтын болсаңыз, то сізге Toyota Prius гибрид алу керек. Өйткені сізге мынандай үлкен объемный машиналар мүлдем ол доставкаға болмайды. Toyota Prius ол нағыз осы жақта доставка жасайтын экономичный, нағыз енді өте күшті машина, өзі кішкентай, өзі барлық жаққа сиіп кетеді, кішкентай көшелерге дейін, және де қозғалысы да тез. Осы Toyota Prius'ты айтамын. Ең біріншіден сондай машина алу керексіздер. Сол машинаны аласыз, содан кейін барып DoorDash жасау үшін от собственника дейді ғой, адамның өзі ашқан DoorDash аккаунты болады. Оны жаңадан келген иммигранттар аша алмайды. Осы жақта уже гражданствосы бар, не болмаса гражданствосы болмаса да грин картасы бар, бүкіл документтері түгел, сошалы бар, work authorization бар, сондай адамдар осы доставканың приложениясымен кәдімгідей доставканы өзінің атына аша алады. Сіз сондай адамдардан ол аккаунтты арендаға аласыз. Арендаға болғанда қалай? Аптасына тапқан табысыңыздан апта сайын 10%-ін сол кісіге аударып отырасыз. Ол кісіге одан пайда тауып атқаны шамалы, өйткені ол кісі, сізге осындай аккаунтты берген кісі, өзінің атынан ашады ол аккаунтты. Енді ол кісі жылдың аяғында сол аккаунтпен жұмыс жасап, қанша пайда тапты, сол пайдасынан белгілі бір мөлшерде налог төлейді. Мысалы, Нью-Йоркта не үшін ондай аккаунттарды көп жалға бере бермейді, өйткені ояқтың несі налогы 35%. Бізде, мысалы, Филадельфияда 10%. Міне, сондай сияқты разницалар болып тұрады. Сондықтан әр штат әртүрлі бағада ол аккаунтты жалға береді. Бірақ біздің Филадельфияда аккаунтты 10%-ке береді. Сіз аккаунтты аласыз от собственника, сөйтіп өзіңіздің данныйларын, барлық нәрсені толтырасыз. Содан кейін уже кәдімгідей жұмысқа шығып кете бересіз. DoorDashпен қалай заказ жасауға болады? Приложениясын скачать етесіз. Кәдімгідей сол приложениямен кіріп, енді оны сіз егерде келген кезде, осы жақта өзі DoorDashты үйрететін, осы доставканы үйрететін адамдар болады негізі. Мен жолдасым сондай өзіміздің осы жақта қазақтардан кәдімгідей осы DoorDashты үйрететін стажировкадан өткізетін бір кісі болған. Бір күні бойы қасында жүріп, сол кісіден үйреніп, ертесіне біз жолдасым екеуміз бірге шыққанбыз. Неге бірге шықтық? Бөлек жолдасым ғана жұмыс жасаса да болатын еді. Бірақ біз қалада жұмыс жасағандықтан, қалада ең біріншіден пробка, екіншіден парковкамен проблема. Парковкаға, мысалы, сіз машинаңызды қойып кетесіз, даже 2 минутқа қойып кете алмайсыз аваринкаңызды жағып. Өйткені аваринкаңызды жағып қойып кетесіз ба, сол жақта тұрған қыздар, ол жақта даунтаунда көп қыздар жүреді сол көшелерде. Сөйтіп сіздің машинаңыздың артқы номерін суретке түсіріп алып, бір кетіп қалады. Егер де қайттан айналып келген кезде сіздің машинаңыз қайттан тұратын болса, уже екінші рет суретке түсірмей, эвакуаторды шақырып, машинаңызды алып кетеді. Не болмаса, мысалы, сіз ұзақ тұрып қалсаңыз ол кезде, ал егер де не болмаса, сізге сразу уже екінші айналып келген кезінде штраф қойып кетеді. Сондықтан біз екеуміз бірге жұмыс жасағанбыз. Мен доставкаға кафеге жүгіріп кеткен кезде жолдасым машинаның ішінде қалады. Машинаның ішінде аваринкасын жағып, машинаның ішінде адам отырса, олар ештеңеге суретке түсірмейді де, және де ештеңе деп айта алмай, ешқандай претензиясын айта алмайды. Өйткені ол адам отыр, қазір кетеді деген сияқты. Ал егер де сіз үйсіп тастап кететін болсаңыз, то тапқан табысыңыздың, мысалы, 90%-ын штрафқа жұмсайсыз. Сондықтан біз екеулеп жұмыс жасадық. Бірге барып, кафеден барып заказды аламын,
содан кейін барып заказды алдым деп басқаннан кейін уже адамның адресі шығады, сол адреске барып доставкасын тастап солай жақсы жұмыс жасағанбыз. Сол кездің өзінде біз күніне кем деген кезде болмай қалды дегеннің өзінде 200 жасағанбыз, негізі жақсы болды деген өзінде 350-400-ге дейін жасаған күндеріміз болған. Енді қазір мынау видеоларда қалай доставка жасағанымыз, кішігірім видеолар түсіріп үзінді қылып негізі былай түсіргенбіз өзімізге деп, осындай блогқа саламыз деген сияқты. Міне осы видеолар, қазір сол видеоларды көресіздер. Одан кейін тағы да жаңадан келгендерге қандай жұмыс бар? Осы доставкадан бөлек тағы да таксидің жұмысы бар. Uber дейді, Uber такси дейді, лифт такси дейді. Бірақ енді ояқта жұмыс жасау өте қиын. Оның аккаунтында алу өте қиын. Оның аккаунтын алу үшін сіз шынымен де сіздің документтеріңіз болу керек. Шынымен де осы жақта social'ыңыз, work authorization деген сияқты өзіңіздің атыңызға ашасыз. Содан кейін барып ондай жұмыстарды жасайсыз. Ал ондай жұмыстарды былай аккаунт алып жасауға енді өте қиын. Өйткені ол аккаунтыңыз қайта блокқа түседі. Ол мысалы Uber болсын, лифт болсын, ол компаниялар сізден қайта өзіңіздің селфи суретіңізді көп сұрайды. Енді ояқта сіздің суретіңіз тұрмағандықтан, енді сіз сурет бере алмағандықтан сразу сіздің аккаунтыңызды блокқа тығады. Сондықтан ол жұмыста өте қиын, бірақ оның да табысы жақсы. Бірақ ол таксиге енді сізге кішігірім тіл керек болады. Өйткені сізге клиент мінеді, клиент мен мына жақта тұрмын деген сияқты звондайды. Сізге мінген кезде де сізге көп сұрақтар қойып бастайды. Өйткені американецтерді білесіздер, олар тыныш отырмайды. Ананы сөйлейді, мынаны сөйлейді, анандай музыка қойшы, мынандай музыка қойшы. Мен саған 2 стоп қойдым, мені мына жаққа дейін апар, мынау магазинге дейін апар, мен кремді бір нәрсені алып ары қарай үйіме кетемін деген сияқты. Сол кезде сіздің кішкене тіліңіз болу керек ағылшынша. Міне бар жұмыстар осы иммигранттарға, жаңадан келгендерге, документі жоқтарға ең бірінші бастайтын жұмыстары осы доставка. Одан кейін бағана өздерін үйреніп келген кәсіптері, одан кейін клининг жұмыстары. Енді тағы да қосымша жұмыс ретінде үйден бір нәрсе пісіріп сатамын десеңіздер, ол да құпталады. Енді оны сіз былай американецтерге сатпасаңыз да, өздеріңіздің қазақ группалары өте көп, сол группаға шығарып, міне бүгін мен мынандай пирог пісірдім, мынандай торт бар в наличии деген сияқты, солай суретке түсіріп шығарсаңыз, оны да жақсы алады. Сол қысқаша жұмыс жайлы осы. Тағы да алдағы видеоларда енді біздің қалай доставка жасаған видеоларымыз өте көп. Сол видеоларды салып бөлісетін боламын. Жақсы, сау болыңыздар.